Саламатсыңдар ма балалар? 3-ші сыныптың қазақ тілі пәнінен 89-шы сабақты бастаймыз. Сабақты бастамас бұрын каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңдар. Бірінші тапсырма. Мәтіндерді оқып, өзара салыстыр. Ұқсастығы мен айырмашылығын тап. Бізде, яғни 2 мәтін беріледі, сол 2 мәтіннің ұқсастығы мен айырмашылығын табатын боламыз. Бірінші, өмірбаян. Мен Бауыржан Момышұлы 1910 жылдың 24 желтоқсанында Жамбыл облысының Жуалы ауданындағы Көлбастау мекенінде дүниеге келдім. Әкем ел арасында ағаш ұстасы және етікші, зергерлігімен танымал болған. Анам Рәзия дүниеден ерте өтіп, 3 жасымнан бастап қыз тумас әжемнің қолында өстім. 7 жылдық мектепті бітіргеннен кейін біраз уақыт мұғалім болдым. Кейін кезекті әскери міндетімді өтеп, запастағы командир атағын алдым. Туған ауылға қайтып оралған соң, біраз жыл қаржы мекемесінде қызмет істедім. 1941 жылы Ұлы Отан соғысы басталысымен даңқты генерал-майор Панфиловтың басшылығымен құрылған дивизияға қабылданып, соғысқа аттандым. Келесі мәтін құлын мінген бала. Бауыржан да ауылда өсті. Оның бос құлыны бар еді. Бос құлын Бауыржанның қасынан қалмайтын. Ол құлынның үстіне секіріп мініп, шаба жөнелетін. Құрдастары құлын мінген баланың соңынан жүгіріп таң қалатын. Сонда Бауыржан құлынның кекілінен сипап, «Бұл тайбұрыл, мен Қобыланды батырмын» дейтін құрбыларына мақтанып. Бос құлын ақ бозат болды. Бала Бауыржан ержетті. Ол фашистерден отанын қорғаған атақты батыр атанды. Әзілхан Нұршайықовтан. Тапсырма. Мәтіндердің ұқсастығы. 2 мәтінде Бауыржан Момышұлы туралы. Айырмашылығы. Біріншісі өмірбаян, ал екіншісі әңгіме. Сұрақ. Мәтіндер кім туралы? Қай мәтін бірінші жақтан айтылған? Мәтіндердегі түсініксіз сөздер теріп жаз, мағынасын сөздіктен біліп ал. Жауап. Мәтіндер Бауыржан Момышұлы туралы. 2 мәтіннің ішіндегі бірінші мәтін бірінші жақтан айтылған. Яғни бірінші жақтан дегеніміз мен деп өзін түсіндіріп тұр. Мәтіндегі түсініксіз сөздерді, яғни сөздік арқылы білеміз. Командир. Бұл әскери құрамаларда, бөлімдерде немесе әскери мекемелерде әкімшілік қызметін атқаратын ресми атағы бар адамдар, генералдар, офицерлер. Генерал-майор, әскери атақ, дивизия, көптеген мемлекеттердің қарулы күштері түрлерінің негізгі тактикалық бірлестігі. Келесі 26-шы жаттығу. Көп нүктенің орнына жақша ішіндегі жұрнақтардың тиістісін жалғап, сөздерді көшіріп жаз. Яғни, бізде жұрнақ жалғаған кезде оның бірінші түбіріндегі сөздегі дауысты дыбыстарына қарап жалғаймыз. Мысалы, ұсақ сөзінде дауысты дыбысымыз бізде жуан болғандықтан, жұрнақта жуан түрі жалғанады екен. Мысалы, ұсақта, жаңала, оңда, іріле, көркемде, шегеле деген сияқты жалғаулар, жұрнақтарды жалғаймыз. Келесі тапсырма. Шығармашылық үзіліс. Керісінше жұмбақ, яғни сөз жұмбақта сұрақтар құрастырамыз. Ол үшін оқулық соңында берілген түсіндірме сөздікті басшылыққа ал дейді. Бізде сөздер тігінен берілген және көлденеңінен берілген. Тігінен ол тырма сөзі, көлденеңінен берілген бірінші сөз сабын, екінші сөз көркем, үшінші сөз ақын. Енді осыларға сұрақ құрастырамыз. Бірінші, тігінен. Шөп жинауға арналған құрал. Тырма. Көлденеңінен. Қол жууға арналған зат. Сабын. Әдемі сұлу сөзіне синоним. Көркем. Өлең жазатын адам. Ақын. Осылай сұрақтар құрастырып жазамыз. Балалар, видеоны толық көрсек, каналға жазылып, достарымызға жіберуді ұмытпаймыз.